Екінші тоқсан ықтималдық бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларының екінші нұсқасы. Екінші нұсқаның бірінші тапсырмасы. Ықтималдық бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларының екінші нұсқасы. Бірінші тапсырмаға тоқталамыз. Математика пәнінен болатын емтиханға 36 билет дайындалған. Олар 1-ден 36-ға дейінгі сандармен нөмірленген. Оқушы кез келген бір билетті алады. Алынған билет нөмірі А жағдайда 6-ға еселік сан болу ықтималдығын табыңыз. В жағдайында 8-ге еселік сан болу ықтималдығын табыңыз. С жағдайында жұп сан болу ықтималдығын табыңыз. Д жағдайында 4 санының түсу, 40 санының түсу болу ықтималдығын табыңыз деп берілген. Екінші нұсқаның бірінші тапсырмасында 1-ден 36-ға дейінгі сандар берілген. Бұл жағдайда біз n-ді 36 деп аламыз. Барлығы 36 сан. Енді А жағдайында бізге беріліп тұр 6-ға еселік сан. 6-ға еселік. Біз осы сандардың ішінде 6-ға еселік 6, 12, 18, 24, 30, 36. Осы сандар 6-ға еселік. Бұлардың барлығы 6 сан шықты. Олай болса формуланы қолданамыз. П оқиғасы үшін n бөлінген n. П бізде А, n деп отқанымыз 36, m деп отқанымыз 6. 36-тан 6 дегеніміз 6-ға қысқарады. Бізде 6-тан 1 де береді. 6-тан 1 дегеніміз 0,17. Бір жағдайында 8-ге еселік сан. 8-ге еселік сандар табамыз. 8-ге еселік 8, 16, 24, 32. Бұл жерде 4 сан шықты. Олай болса жазамыз. ПВ тең 36-дан 4. 36-дан 4 4-ке қысқарады. Сонда 9-дан 1 қалады. 9-дан 1 деп отқаным 0,12.